Саламатсыз ба балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы тура және кері ретпен санау. Яғни тура және кері ретпен санап үйренеміз. Мына жерде көріп тұрғандай, 1-ден 10-ға дейін және 10-нан 1-ге дейін сандар жазулы. Бұл не дегенді білдіреді? Мұнда біз 1-ден 10-ға дейін тура ретпен санау, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұл жерде сандардың өсу реті бойынша орналастыруды тура ретпен деп атаймыз. Ал екіншісі 10-нан 9-ға дейін, 10-нан 1-ге дейін кері ретпен санау. Ол 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Бұл жерде сандарды кері ретіме бойынша орналастырдық, яғни кері санау деп аталады. Қысқаша айтқанда 1-ден 10-ға дейін санайтын болсақ, ол тура болады, ал керісінше санайтын болсақ, ол кері сандар, кері ретпен санау болып есептеледі. Мысалы, баспалдақтар. Сандарды өсу және кему реті бойынша атап баспалдақты көтеріп және төмен түсір. Мысықта көріп тұрғанымыздай баспалдақ арқылы көтеріледі. Яғни 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 7-ші, 8, 9, 10 болып өсу реті бойынша көтеріледі. Яғни оны тура ретпен санау деп атаймыз. Сосын мысық төмен түседі. 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Яғни төмен түсу ретін, кему ретін кері реттен санау деп атаймыз. Сендер қандай ретпен санадыңыздар? Екінші мысал келтіретін болсақ, 4-ден 10-ға дейін сана. Ал санаймыз 4-ден 10-ға дейін. Жауабы мынандай болады: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Яғни өсу ретімен санау арқылы таптық. Мұны тура санау деп атаймыз. Тағы бір мысал келтірейік. 8-ден 1-ге дейін санаймыз. 8-ден 1-ге дейін санайық. Кему реті бойынша. Жауабы 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Яғни кему ретімен санау арқылы кері реттік санадық. Сонымен сабағымыз аяқталды. Қош, саламат болыңдар балалар.